Сәлем достар, 8-ші бөлім 3-4 сабақ жалғастырамыз. 12-ші тапсырмадан бастаймыз. Мәтіндегі ақпаратты 4 сөйлем тәсілін пайдаланып орында дейді. Мінекей пікір, дәлел, мысал және қорытынды деген бөлімдерден тұрады. Ойланып, өз мысалдарыңызды келтірсеңіз де болады. Келесі 13-ші тапсырма Абайдың қара сөзін оқы, автордың қандай тұжырымдары сабақ тақырыбымен үндес келеді деп айтар едіңдер. Пікіріңді дәлелде, мәтіндегі сын есім түрлерін тап. Сапалық және қатыстық сын есімдер туралы айтылып отырса керек. Тауып жаздым сіздерге екі кестеге бөліп, мінекей ойланып көріңіздер. Бірінші абзац менің ойымша осы киім кию тақырыбына сәйкес келеді. Соңғы тапсырма 14. Суретке қарап екі қыздың диалогын құрап жазыңдар. Диалог 14-15 үн қатымнан тұру керек дейді. Әр қыздың сөйлеу мәдениетін сыртқы келбетіне сай етіп келтіріңдер дейді. Мінекей осындай диалог. Өз ойларыңызды келтіріп, басқаша жазсаңыздар да болады, мынау тек үлгі деп қабылдаңыздар. Достар, каналға жазылыңыздар, сонда ақпаратты дер кезінде тауып отырасыздар.